Құдайдың берген адамға нығметтерінің бірі. Осындай адам баласына берілген үлкен нығметтің бірі ол денсаулық. Ардақты пайғамбарымыз, оған Алланың салауаты менен сәлем болсын, «Ниъматани мағбунун фихима касирун минан нас». «Ниъматани мағбунун фихима касирун минан нас». Ас-саххату вал фарағ. Адамдардың көбі қадіріне жете бермейтін екі нығмет бар, ол денсаулық және бос уақыт дейді. Халқымызда да денсаулық зор байлық. Бірінші байлық денсаулық. Байлық емес, денсаулық байлық дегендей нақыл сөздер өте көп. Бұл айтылған сөздерден ата бабаларымыздың денсаулықты қаншалықты жоғары бағалағандығын, тіпті оны негізгі байлық деп танығандығын түсінеміз. Денсаулық нығметіне пенденің шүкірлігі тілмен ғана шүкір деу емес, оны күту, денсаулыққа зиян келтірмеу, пайдалы тағамдар жеу, денені шынықтыру сияқты істер арқылы болатыны баршамызға белгілі. Мұсылман адам денсаулық нығметін сақтау үшін мынандай амалдарға назар аудару қажет екен. Қадірлі жамағат, бүгінгі жұма уағызымызда біз білеміз, кейде білсек те есімізге алмай көңіл бөлмей кететін денсаулыққа байланысты болмақ. Сол адам денсаулық нығметін сақтау үшін қандай амалдарға көңіл бөлуіміз қажет, соған тоқталып кетейік. Бірінші, денсаулықты аманат деп білу. Денсаулықты аманат деп білу. Бір кісіден бір затты алсақ аманат етіп, оған жақсылап қараймыз. Бүлдіріп алмайық, сындырып алмайық, кірлетіп алмайық, ертең ұят болады, алған дүниемізді дұрыстап тапсырайық дейміз. Дәл сол сияқты денсаулықта Алланың берген сіз бен бізге аманаты. Осы аманатқа қиянат қылып алмауымыз қажет. Денсаулық Алла Тағаланың берген үлкен нығметімен қоса адамға жүктелген аманат деп танылады. Әркім ол аманатты бағалап, күтіп, оған зиян келтіруден сақтануы қажет. Ардақты пайғамбарымыз, оған Алланың салауаты менен сәлем болсын, 5 нәрседен бұрын 5 нәрсенің қадірін біл деген хадисте айтады. «Уассиххатака қабла суқмик». Ауырмай тұрып, денсаулықтың қадірін біл дейді. Ауырмай тұрып, денсаулықтың қадірін біл дейді. Шынында да сау адам кейде денсаулықтың қадірін білмей жатады. Ауырған кезде жаныңызға батып, денсаулықтың қадірін сонда түсініп жатамыз. Адам баласы сырқаттанар болса, тамақтану, сусын ішу, ойнап күлу сияқты барлық зат өзінің маңызын жоғалтатыны белгілі. Сол себепті де даналардан денсаулық сау адамның басындағы тәж, оны сырқат адам ғана көре алады дейді. Денсаулық сау адамның басында тұрған тәж, оны тек сырқат адам ғана көре алады. Шынында да қадірлі жамағат, кейде пендешіліктен әр нәрсеге қызығамыз, бірақ денсаулық болмаса еш нәрсе бізге қызық емес. Барлығынан артығы деніміздің саулығы екені барлығымызға белгілі. Әл-Фараби бабамыз адам денесінің жетілуі оның денсаулығы. Егер денің сау болса, онда оның
егер сау болмаса, онда денді сауықтыру керек дейді. Осыған орай денсаулықты аманат деп білу мынандай екі амалды қажет етеді екен. Денсаулықты аманат деп білу төмендегі екі амалды қажет етеді. Біріншісі денсаулықты күту. Ауру зиянның алмағандықтан, алдын алмағандықтан денсаулықты күтпегендіктен пайда болады. Ауырып ем іздегенше ауырмайтын жол іздейді. Адам баласы кез келген сырқатқа себепші болады. Денсаулығына кері әсерін тигізетін істерден сақтануы қажет. Ал денсаулығын тиісті дәрежеде күтпеген адам ауруға өзі себепші болады. Алла Тағала қасиетті Құранның Юнус сүресі 14 аятында Аузу биллахи минаш шайтанир раджим инналлаха ла yazlimun nasa shay'an walakinnan nasa anfusahum yazlimun. Садақаллаху азим. Расында Алла адамдарға еш зұлымдық етпейді. Бірақ адамдар өздері зұлымдық етеді. Хакім Абай атамыз ауруды жаратқан Құдай, бірақ ауыртқан Құдай емес деп айтқандығы осында. Сол себепті де дініміз шариғи үкімдерді орындаудың өзінде адам денсаулығына зиян келмеуін ескертеді. Шариғи үкімдерді орындаудың өзінде денсаулыққа зиян келтірмеуін ескерткен. Мысалы, намаз оқуымыз үшін ғұсыл дәретті әрі бой дәретті болуы міндет. Алайда адам науқас болып, сумен жуылғанда дерті асқынып кететін болса, не қатты суық болғандықтан жуылғанда ауырып қалатындай жағдай болса, ол адамның таяммум соғып болуына рұқсат етіледі. Әмір ибн Ас, Алла оған разы болсын, былай дейді: Зәт әс-сәләсел шайқасының түні өте суық болған еді. Алғаш соғыстардың бірі сәләсел деген осы соғыстың түні өте суық болған еді. Мен сол түні жүніктік жағдайға түсіп қалдым. Ғұсыл құйынсам, құримын-ау деп қорықтым. От жағып, су жылытсақ жаудың көзіне түсетін болдық. Сөйтіп, таяммум алып, бауырларыммен таң намазын оқыдым. Олар бұны пайғамбарымызға саллаллаху алейхи вассалам білдірді. Алла елшісі маған Амир, жүніп бола тұра достарыңмен намаз оқығаны қалай деп сұрады. Мен оған мені ғұсыл құйынудан не тоқтатқанын хабарлап, расында мен Алла Тағаланың «Вәлә тақтулу әнфусакум инналлаха кәна бикум рахима». Өздеріңді өлтірмеңдер, әлбетте Алла сендерге мейірімді дегенін естігенімді айтты. Сонда Алла елшісі саллаллаху алейхи вассалам күлді де еш нәрсе демеді. Ал ардақты пайғамбарымыздың қадірлі жамағат қандай да бір мәселе турасында естігенде күлуі немесе үндемеуі ол кісінің құптауын білдіреді. Бұл аманаттың алдын алу үшін, яғни аманатқа қиянат жасап қоймау үшін алдын алу жолдарының бірі ол денсаулыққа зиян тигізіп алмауымыз. Екіншісі, сырқаттанған жағдайда уақытылы ем қабылдау. Біріншіден біз ауырып қалмаудың жолын ойлауымыз керек. Екінші, егер ауырып қалған болса, онда
өз уақытында емделуіміз қажет екен. Ардақты пайғамбарымыз, оған Алланың салауаты менен сәлем болсын, Я ибадаллах, тадауау, фа инналлах лам ядау даан, илля вадаа лаху шифаан. Алланың құлдары, емделіңдер. Себебі Алла қандай да бір дерт жаратқанда, оның шипасында қоса жаратқан деген. Алла қандай да бір дерт жаратқанда, оның шипасында қоса жаратқан дейді. Яғни кез келген дерттің емі бар. Оны ізденіп емделуіміз керек. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады, кез келген дерттің емін Алла жаратты. Бір Алладан шипасын үміт ете отырып, қазіргі таңдағы дамып жатқан медицинаның қызметтерін пайдалану, сондай-ақ ардақты пайғамбарымыз үйреткен емдік амалдарды орындау, қасиетті Құран мен хадистерде келген шипалық дұғаларды пайдалана отырып емделу сауапты әрі міндетті амал екендігін білуіміз керек. Бұл қадірлі жамағат денсаулықтың ауырып қалудың алдын алудағы жолдары: бірінші, ауырмаудың жолын іздену, екінші, ауырып қалса оны емделудің